қарапайым халықтың несін тексеріп жыртықтың сенің ішіне әндерін қарамаса бас. Енді халықты жұтып тонайды отыр, басын жұтқыр мыналар. Неге кімді тексергілерге сен өзің тексеру керек, қалтаң Тоқаевтан бастап беріме қарай министр. Айлықтарың 2 миллион 1 миллион. Ішіп жеген тамақтарың адам өзі шамалы ойланшы. Ол халықты масқарам, халықтың мазасын алып нервісін қотып жатқан жыланның құйрығын баспашы. Жатқан жыланның құйрығы. Ит, жұп-жұбас ит қой, бүйтіп тұр жұмас. Қабаған қылбасты. Жұлып алса келеді сендерді. Жүректеріңмен, ішек қарындарымен қосып жұлып алсын сол іште. Халықты ашындырып қойыңдар солай. Оңбаған. Тексерсін, сендер тексеру керек қой, сен сұмырайларды тексеру керек. Қаяқта миллионды түгімен жұтып атқан. Ассалаумағалейкум, ардақты алаш. Бұл видео именно қазақ халқына арналады. Өкіметте жұмыс істейтіндерге емес, именно халыққа арналады. Қазақ халқын бүгінгі таңда ақшасының әрбір тиынын өкімет есептеп отыр уже. Қайда жұмсадың, не істедің, қаяқтан келді, қаяқтан алдың бұл ақшаны деп. Енді мемлекеттік аудит деген бар. Сол жерде бапта 5-ші бабында былай жазылған. Мемлекеттік ақша ашық түрде қоғамға есеп берілуі тиіс дейді. Қоғам ол біз, яғни халық. Ашық түрде халыққа есеп беру керек. Мемлекеттің ақшасы ол бүкіл халықтың ақшасы. Мемлекеттің ақшасы қайдан келеді? Мысалы, мұнайдан келеді, штрафтардан келеді, әртүрлі налогтардан келеді. Мен айтайын дегенім, халықтан талап етесің ба, отчетты әр тиынына, өкіметте әр тиынына халыққа отчет беріп отырсын онда, ашық түрде. Мен білмеймін ол қалай болады. Или сайт ашыла ма, мұнайдан мынанша ақша түсті, мынаған жұмсалды. Штрафтан мынанша ақша түсті, налогтардан түсті. Ол мынау неге жұмсалды? Мектеп соғыла ма? Мына мектепке 3-4 миллиард ақша бөлінді, сол ақша жетті ма, игерілді ма, қолданылды ма? Болмаса 3-4 жылдан кейін естіп отырмыз, анау депутат па, шенеунік па 3-4 миллион долларын алып шетелге қашып кетіпті, Дубайдан виллалары шығыпты деген. Сондай болмау үшін халықтан отчет сұраудан бұрын халыққа отчет беруге дайын болыңдар өздеріңде. Қытайда ақша көп. Қытайдың инвестициясына бүкіл әлем зәру. Сендер неменеге Қытайдан қорқып отырсыңдар? Онда Марсқа көшіп кетейік. Қызықсыңдар. Сендердің үйлеріңе кіру керек пе? Гостиница жатпаған қаяқта жатады енді. Қазақша сөйлеп деп қойсыңдар еще. Соттап кетеді ана екеуі ертең деп. Шығыс Қазақстан облысының әкімі аягөз тұрғындарын жұбатқандай бір әңгіме айтқандай болды, бірақ оған ешкім сеніп жатқан жоқ. Негізі әкім мырза, сіз былай жауап беруіңіз керек еді. Дұрыс емес, инвестицияға тіреліп отырғансыз. Ешкім сенімді. Инвестиция деген не? Алдымен осыған жауап табайықшы. Инвестиция деген, ол деген қайыр сұрау. Ал қайырды кім сұрайды? Білімсіз, надандау, қолынан боқта келмейтін халық әрдайым қайыршы болып өтеді. Өмір бақи. А біз қандай халықпыз? Бізде де ақша жоқ па? Бүкіл таблица Менделеевтің үстінде отырмыз ғой біз деген. Біз әлемдегі ең бай халықпыз. Бірақ сол байлықты біз меңгере алмай отырмыз дұрыс. Неге? Білімділігіміздің төмендеуінен, немесе білім бар болса ол адамдар орнында отырған жоқ. Каждый адам өзі дұрыс емес жерде отыр. Түсінесіз ба? Сол себептен надандық бар. Надан болғаннан кейін мынау бар, коррупция бар. Сіз айтып отырған жолды қазақтар сала алмайды деп отырсыз ба? Кез келген қазақ компаниясы сала алады оны. Егер де бөлінген ақша түбегейлі сол жерге жететін болса. А бізде қалай? Жетпейді ол, анау алып болады, мынау алып болады. Қалай сен? Біз білеміз ғой тендер қалай ұтатынын. Оның несін жасырасыз? Ауруын жасырғаны өледі демекші. Ал енді Қытаймен неге дос болу керек екен? Енді соңына шейін тыңдаңыздар. Жан-жағыңызды қараңыздаршы, отырған жерлеріңізге. Кімнің тауарлары? Барлығы Қытайдың тауарлары. Бұрын Ресейдің тауары көп болатын, Белоруссия деген. Қазір Қытайдың тауарлары көп. Неге? Өйткені Қытай әлемдегі ең дамыған халықтардың, мемлекеттің алдында кетіп бара жатыр. Түсінесіздер ме? Бұрын американдықтар чиптерді ана компьютерге, роботтарға, соткаға салатын бүкіл чиптердің бәрін темірден жасайтын болса, қазір Қытайлар оны күн сәулесімен наращивайтын өсіріп жатыр оны. Ол үлкен білімділікті қажет етеді. Яғни олар білімге бет бұрған халық. Содан кейін алға қарай кетіп бара жатыр. Ал енді біз қараңыз, екі мемлекеттің қатарында отырмыз, екі державаның ортасында не дейік біз? Кіммен дос боламыз? Құлдырап жатқан мемлекетпен бе, өз-өзіне шаруасы жетпей жатқан немесе мықты мемлекетпен дос боламыз ба? Кіммен шекаралас, кімге айқара ашып солармен дос болар? Мыналармен, конечно. Другой вопрос, сен білімсіз болсаң, дәстүріңе берік болмасаң, я қорқасың сондай. Депутаттар бар ғой кейбір, журналисттен қашады. Не үшін қашады?
Жауабы жоқ, өйткені жауап жоқ, өйткені білім жоқ, не істеп отырғанын өзі білмейді. Кім арқылы келгенін. Сондай болмау керек. Білімді болсақ, ұл қызымызға ие бол. Шекараны ешкім жаулай алмайды. Қазақстанда газ бар, иә? Мұнай бар, бәрі бар. Ал мынау бізде, міне, мен үйден шығып, қазір кетіп бара жатырмын. Неге? Орталыққа қарай. Мынау біздің Юго-Восток. Юго-Востокта көмірмен от жағады. Оның бүткіл, мына түтіні, мынаның бәрі түтін. Пештің түтіні, мына қазір машиненің іші сасып келе жатыр. Ана қандай көмір жағып жатқанын мен білмеймін. Енді көк түтін, ана иістен бар ғой, масқара. Айтып жеткізе алмаймын мен сіздерге. Сіздерде де осы жағдай ма? Мен білмеймін. Ана Қарағандының сапалы жақсы көмір бар екен, бірақ оның бағасы удай қымбат дейді. Содан кейін жұрт осындай арзан көмір жағатын көрінеді. Оның енді иісі бар ғой, мен сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Сіздер мына тұманды көріп тұрсыздар ма, жоқ па? Осылай енді біздің экологиялық жағдайымыздың ұсқыны осы. Бірақ раздутый целый министерство бар. Экологиямыздың уже быт-шыты шығып жатыр. 32 жылда ең құрмағанда экологиямызды сақтай алмай қалыппыз ғой. Ол аздай орман өрті деген кәдімгідей бизнес болып алған екен. Оған көзіміз жетті. Ол дегенің кәдімгі 2000 жылдың басында басталған дейді. Оған сен түк те істей алмайсың деп отыр сол жақтың адамдары. Енді біраз жаңағы жүгіндік, ары шаптық, бері шаптық, білмеймін. Қазіргі мына келген министр қабылдайды деген, ол істе қабылдаған жоқ. Оны Ринат Зайытов министр қабылдауына дейін сізді жеткізіп берем деген, ол да қалды әңгіме болып. Сол мынан қараңыздаршы, мына көк түтіннің барлығы, міне, Министерство экологияда оған жаңағы аңдар да қатысы бар ғой. Мысалға, сайғақтар неге көбейіп кетті, аттан деп жатыр. Бір адам, қасқыр, аю, мына жыртқыш, түлкі, солардың бәрі қайда кетті деп ешкім дабыл соғып атқан жоқ. Қасқыр көбейіп жататын болса, мысалға, сол кәдімгідей табиғаттың өзінің балансы бар ғой. Ауру, жаңағы кәрі, сондай малды, жаңағы киіктердің бәрін қырып отыратын еді. Бізде қасқыр жоқ екен. Оны өткенде жас бір маман, экология, мен экологияда істеп кеткен ба, білмеймін, бір жас бала айтады маған, сіздер неге сол сұрақты көтермейсіздер? Қасқырлар жоқ дейді. Браконьерлар ма, кімдер келіп, бүткіл біздің Қазақстанда қасқыр деген аты несімен жоқ, затымен жоқ, барлығын атып бітірген дейді. Міне, қараңыздаршы, мына көк түтін осының барлығы, мына частный сектор деп айтамыз ғой. Осы жерде сол жаңағы сапасыз көмірдің мына қыстың күні жағылып атқан соның салдары.